кіре. Армысыздар, құрметті, қадірменді менің қазақ елім, қайырлы таң жақсыларым мен жайсаңдарым. Бүгінгі сәрсенбі сайын өтетін біздің таң шуағы бағдарламамыз. Енді бүгінгі эфирімізде бұл жай ғана жетістік туралы әңгіме болмайды. Бүгін мынау өсем деп әлі де сол мәресіне жете алмай жүргендер, немесе мүмкіндіктерін не әлі де күмәнданып қарап жүрген адамдарға сол мүмкіндіктерді қалай пайдалануға болады. Осы біздің эфиріміздің кішкентай титақандай болса да өздеріне пайда алып, соған іс-әрекетіне біз үлесімізді қоссақ, онда эфиріміз мәреге жетті деп біз білеміз. Ал бүгінгі қонағымыз өз басым өте кереметтей сыйлайтын, тұла бойында бір мін жоқ, мен үшін сондай бір керемет азамат. Ол біздің Жайнақов Руслан мырза, компанияның ұлттық директор рангісіндегі біздің тәуелсіз серіктестігі компанияның. Енді Русланның бір ең қызықты жері, бұл кісі ол бизнеске басында сенбей, сеніп кірмей, бірақ өз кезінде бұл кісінің ойы сетевой бизнесті өмірде жолы болмаған адамдар ғана жұмыс істейді деген ой болған бұл кісіде. Бүгінгі күні енді осы Инкруз компаниясында жүр. Сондықтан да Руслан мырза, бірден осы келісім беріп шыққаныңызға мен өте ризамын. Хош келдіңіз біздің эфирға. Енді өзіңіз туралы айтып кетсеңіз. Мысалы, көп адамдар қазір бізді көріп отырып, қонақтарымыз да бар шығар, қосылсам ба екен, қосылмасам ба екен, ал мен қосылсам бұл таныстарым аз, уақыттарым жоқ, мен қолымнан келмейді ау деген адамдар бар ғой да. Сіздің тәжірибеңізге сүйенсек, міне бұл нәтижеге де жетуге болады. Бұнда бір керемет жол бар. Сол өзіңіз туралы айтып кетсеңіз, өзіңіздің осы Инкрузес компаниясына келу жолыңызды айтсаңыз, сонымен бөліссеңіз, онда микрофон өзіңізде. Рахмет. Ғалия Сәбитқызы, сізге алдымен мені таңдағаны үшін рахмет айтам. Енді бұл былай ғой, бізде ер адамдар аз, енді мен енді бір кереметтей сіз айтқандай бір мінсіз адам емеспін. Бірақ енді елдің анау айтады ғой, Алла тағала адамның дәрежесін көтеріп қояды дейді да, енді мен өзімді танимын ғой қандай екенімді. Бірақ елдің көзіне солай көрініп жатса, мен қуаныштымын, Құдайдың бір маған берген сыйы деп білемін оны. Ал енді өзім туралы айтатын болсам, енді мен Батыс Қазақстаннан, Орал қаласынан, Ақжайық ауданы деген жер бар, сол жерде Жұбан Молдағалиевтің "Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген" деген өлеңін білесіздер ғой. Сол кісінің жерлесімін, Қадыр Мырзалиннің жерлесімін, Сырым Датұлының жерлесімін дегенде, сондай керемет адамдардың, банадай Махамбет Өтемісұлы сияқты мысалға батырларымыздың туған жеріне аунап өскен адаммын. Солардың жырын жаттап өскен адаммын дегендей. Енді жалпы мен өзім банағыдай болады ғой, интеллигентті адамдармен сөйлескенді жақсы көретін. Сондай адамдар оқыған, көзі ашық, тоқыған адамдарды бір жоғары касты деп білетінмін да. Ал енді өмірімде Инкрузес маған біраз жолықты. 2017-де бір жолықты, 2019-да бір айтты, сонымен заманның тыныш емес кезінде, пандемия кезінде, енді кішкене ауырлау айтқан кезде, адамдар өліп жатқан кезде мен осы Инкрузеске тіркелдім. Мен өзім кішкене бір ағатқа қарсы жүретін адаммын да негізінде. Біреу былай істеп жатса, жоқ, мен былай қиын жол таңдап аламын да. Өзім бір таңдамаймын, мен кейін қарап отырсам, сол бір қиын кездер таңдап алады екенмін өзім. Бірақ Құдайға шүкір, Құдайдың көмегімен осы жолдан банадай сәтті өтіп жатам көп жағдайда. Енді Инкрузес өміріме келді, сенген жоқпын, бана өзіңіз айттыңыз ғой. Бұл өмірде шынымен де жол болмаған адамдардың жұмысы болып көрінетін. Тек қана Инкрузес емес, жалпы осындай адам жинайтын, адам шақыратын жұмыстар маған өмірде жол болмаған адамдар көрінетін да. Олар не үшін олай ойлайтын? Себебі оларды ешқайда жұмыс қалмайды, олардың білімі жоқ. Енді амал жоқ, күн көру керек, не істейміз енді? Өйстіп адам шақырайық енді. Болмағанда адам шақырып күн көрейік деген сияқты сондай бір менде түсінік болатын. Ондай адамдарды айналып өтуге мен тырысатынмын. Себебін айттым.
сөйтіп анау бір күшті сөз бар ғой, адам бір нәрсені біз өмірде жамандаймыз ғой, біреуді жамандаймыз да, бір кемшіліктерін айтамыз, сол кемшілікті, сол айтылған нәрсені өзіміздің бойымыздан өткізбей бұл өмірден кетпейді екенбіз. Көрдіңіз ғой, да? Керемет. Түсінікті ғой, иә? Иә. Сіз біреуді жамандайсыз, біреуді мүмкін бағанағыдай жаман деп айтуыңыз мүмкін, болмаған нәрсені болдыртып айтуыңыз мүмкін. Сол нәрсе сіздің басыңызға келмейсіз, бұл өмірден өтпейсіз. Ух ты. Страшно, да? Қандай керемет. Иә. И енді бұл айтқанда бумеранг деп айтуымыз мүмкін, карма деп айтуымыз мүмкін, деуіміз мүмкін, бірақ бұл шынымен де бар нәрсе. Бұл өмірде бар нәрсе. Сен біреуді жамандайсың, біреуді сөгесің, сен басыңа келмейінше сен кетпейсің бұл өмірден. И сол менің басыма келді, бірақ жақсы жағынан келді да. Мен ондай, сонда да Құдай аузыма жамандайтын адамдарды салып тұр ғой енді. Сол бағанағыдай сол жұмысты өзім арқалап жатырмын енді. Сөйтсем, бұл өте керемет жұмыс екен. Ол өте керемет жұмыс екен. Біздің компания Майклда вебинарларында айтады. Барлықтарына сөзінің соңында сіздер де мән беріп қараңыздар. Спасибо вам за лидерство дейді. Спасибо за лидерство дейді да. Енді оны ол тек айтып жатқан жоқ. Ал лидер деген кім? Лидер деген ол кемел адам. Біздің қазақтың ұғымында бар ғой, кемел адам, ол керемет адам. Ол деген сөйлеген сөзі жақсы. Оның бана істеген ісі де жақсы. Оған сенім арта аласың да. Ол сондай қасына келсең бір демалатын бір адамдар болады ғой бір. Ой, бір керемет адам бір. Жүзі жылы екен деген сияқты. Бір айтамыз ғой, қазақта сондай сөздер бар ғой. Сол кемел адам, ең күшті адам осы инкрузте болу керек екен. Сондай адамдардың жанына адамдар топтасады. Мен лидерді былай түсінемін. Менің немде санамда лидер былай. Шөл даланы елестетіңіздер. Сіздер шаршап келе жатсыздар, и үлкен ағаш тұрда көлеңкесіне келіп демалдыңыз сіз. Ой, керемет, бір демалып қалдым. Міне лидер деген осы. Қандай теңеу. Иә, осындай адамдар адам болған кезде ғана біздің инкрузтегі жолымыз болады. Инкрузте адам дамиды. Мысалға біздің бағанағыдай былай айтсақ болады ғой, эгомызға, нәпсімізге дейміз бе, мынадай нәрсе қиын да. Біреуге жақсылық тілеу қиын. Мысалға сізде параллельный команда бар. Олар күшті подключение болып жатыр, біреулер дейтін бана ранг ашып жатыр. Сол кезде соны бүйтіп кінәлау, ой, ол бүйтіп істеді, сөйтіп істеді деу оңайда, қуану қиын. Бұл ішкі процесс. Біз адам оны білдірмейді ешкімге, бірақ ол әр адамда бар. Кішкене көре алмаушылық деген нәрсе болады, ол әр адамда. Бірақ бұны мен бағанағыдай қалай айтсам болады, хадистен таптым да жауабын. Сонда былай дейді: егер сіз біреуге дұға етсеңіз да, қуансаңыз, былай айтқанда, әр сөз дұға негізі. Біреуге рахмет айтсаң да, біреуге ризашылығыңды білдірсең де, ол дұға. Енді қараңыз, мен ол кісіге қуана алмау мүмкінмін, бірақ мен өзімді жеңіп Құдайдан сұрасам, мә осы кісіде Ғалия Сәбитінде бәрі жақсы болып кетсе екен осы кісі. Мен сізді мысалға үш қайнасам сорпамыз қосылмайтын адамдар білмейсіз, біз әртүрлі командадағы адамдармыз. Осы кісі борт болып кетсе екен десем, мен іштей айтатын болсам, аузыммен естіртіп айтатын болсам да, бірақ шын көңілмен айтатын болсам, мына жанымдағы періштелер Құдайға айтады екен: мына Руслан амбассадор болып кетсін деп айтады екен да. Қандай керемет. Екі есе етіп айтады екен да біздің. Сонда айналып келгенде біз біреуге жақсылық қалап айтып жатсақ, ол өзіміз үшін жасалып жатқан нәрсе. Сізге де дейді, иә, Гүлбану дұрыс айтады. Расымен де солай да. Барлығы негізі Алланың қолында. Ол Алла тағалаға бол дейді, ол бола салатын нәрсе. Бірақ бізге адамдар арқылы, бір ситуациялар арқылы келіп, біздің деген нәрсеміз, ойлаған нәрселеріміз барлығы орындалады. Көрдіңіз бе? Біздің бизнес сондай. Мен осы нәрсені осы инкрузге келіп түсіндім. Инкрузес ол әр сөзіңе жауап беру, әр аузынан шыққан сөз, ол сенің болашағың. Осының барлығын маған инкруз үйретті. Вот сенесіз бе? Сондықтан осылай. Енді
сұрақ қойып арасында айтып отырайын әйтпесе мен көп сөйлеп кетуім мүмкінмін де мұғалімбіз ғой енді қанша дегенмен біз енді сөйлей береміз, сондықтан арасында сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Енді мен бағанағы кішкене бір өзім бір анонсым ғой енді айтып жатқан. Тамаша, әңгімеңіз сондай әдемі тыңдағымыз келіп отыр. Мына жерде Гүлбану ханым да әрбір сөзіңізге өз комментарийін жазып отыр. Шынымен де ана Майкл да айтады ғой, неғұрлым адамға жақсылық, с любовью деп әрқашанда сол сөзді айтады. Адам неғұрлы, жаңағы кейде айтамыз, ана алғыс айту деп айтамыз, алғыс айту атап жатамыз, күнде алғыс жазыңыздар деп жатады. Оның бәрі шынымен де, соның бәрі Құранда жазылып кеткен дүниелер, қарап отырса. Ол қазір бір күнгі лайфхактар, инсайттар деп өздері шығарып жатады. Ал сол қай нәрсе болса да, соның бәрін түбегейлі қарап отыратын болсақ, сол Құраннан, хадистерден біз бәрін тауып алып отырамыз. Енді бар ғой, Нұрсан Мұса, мынау сіз жаңаға маған бір керемет қызықтырғаны, сіз жаңа шынымен де басында бизнеске сенбей кірдіңіз. Бірақ адам кейде алдымен сеніп кіріп, одан кейін болмай қалып, құлап қалады. Кей адамдар айтады, ой, сенбесең кірмей қой дейді. Бірақ сіз сенбедіңіз. Сонда да сіз осы жерге кірдіңіз. Сол не себеп болды? Сол сеніміңізді арттыруыңызға не себеп болды? Бүгінгі күні осылай күмәнданып отырған, осы экран алдында отырған адамдарға не дер едіңіз? Неден бастау керек? Неге бұл Incruises сондай бір бүгін керемет компания деп отырсыз? Бар нәрсе бір Incruises'тен табуға болады да, дамуды да, жаңағы ортаны, жаңағыда жаңа орта табуды да, жаңағы енді саяхат өз алдымен табыс табу қай жағынан болса да, енді бір мін жоқ компания сияқты. Ол бәріне бірдей мүмкіндік береді. Сізге де мүмкіндік берді, маған да, Сұлтан аға да бірдей мүмкіндік. Бірақ әркім әртүрлі болады. Әр адамға Алла тағала айтқан жоқ қой, осылай Русланға берейін, Павелға берейін, кімге, Сұлтан аға берейін, саған бермейін деп отырған жоқ. Алла тағала бәрімізге мүмкіндікті бірдей береді. Бірақ бүгінгі күні кішкене әлі де күмәнданып отырған адамдарға мынадай жігер беретіндей, кәдімгідей сенімділігін арттыратындай не айтар едіңіз? Сол туралы айтып кетсеңіз. Қараңыз да, мен дейтін күмәндансам да тіркелген еш нәрсем жоқ, мені қинап тіркеді. Мені де. Мен себебі мені Ермек деген досым шақырды. Енді оны мен Incruises'ке дейін білдім. Ол Incruises'ке дейін танып жүрген адам болғаннан кейін оны қатты бір мен сондай бір бағалаған жоқпын деп айтсам болады да. Мен оны андай бір серьезно қабылдаған жоқпын Ермектің сөздерін. Себебі мен оны Incruises'ке дейін көрдім. Енді ол маған саяхат туралы әңгіме айтып жатыр. Сосын Ермекке айттым, оның машинасы бұзылып, мен бір апта тасыдым оны. Анда барып келейік, мында барып келейік. Сөйтіп айта берді Incruises'ті. Соңында мен айттым, Ермек, давай былай істейік. Айтпашы маған дейді. Просто айтпай қойшы маған. Жоқ, Руслан, сен білмейсің, ол күшті дейді. Бірақ өзі де білмейді. Әйтеуір күшті мен жүрді. Сонымен мен уже ананы қайтпайтынын көріп тұрмын да. Сосын айттым, Ермек, сен ақша тауып жатқан адамды көрсетші маған. Банағыдай круизге барған адамды көрсетші, сен мен айналамда ондай адам жоқ. Сонымен мені көрсет дегеннен кейін болды, көрсетсем деді, табам деді, бірақ ол адамды ол іздеп кетті. Себебі біз енді тіркелген кезіміз ғой. Сонымен мені Жұлдыз Мұсылманқұлова деген бізде қыз бар, біз бана Павелді тіркеген қыз. Соның мамасы бұрын Incruises өзі круизге барған екен. Бірақ кейін компанияға тіркелген адам. Сөйтеді, мен сол кісінің үйіне барады, енді елестетіңіздер да, мені төрге отырысып қойған. Мен қонақпын кәдімгідей. 4 адам мені қоршап отыр, былай столдың басынан шығып кете алмаймын. Сонымен 3,5 сағат маған Incruises туралы айтты. Мен қандай возражение бар бәрін айттым. Батып кетсек не болады, Титаник сияқты, адасып кетсем не болады, мен тіл білмеймін. Анау, в общем, 4 аяқтап бүйтіп тұрып алдым ғой. Уже анау адамды бір өмірімізде бәріміз біреумен қатты ұрысып көрдік қой, бір қырылып көрдік қой өмірімізде. Сол кезде айтатын сөздің бәрі айтылып, бір үндемей қалатын кез болады ғой, бір тып-тыныш болып қаламыз уже болды. Сондай момент болды да.
енді маған ана жерден шығып кету керек, қалай шығып кетемін, қалай қашып кетемін. Ол бір коворкинг центр болатын болса, өтірік телефон ұстап далаға шығып қашып кетуге болады. Ана жерде аяқ киімін шешіп қойғансың, біреудің үйінде отырсың, тамаққа тойып алғансың, кетіп қалғың келіп отыр. Сонымен маған кету керек болды, амал жоқ, мен клиент болайыншы дедім. Сөйтіп едім, ана кісі шыдамай кетті. 3,5 сағат түсіндірген адам ғой. Руслан, ты будешь партнером деді. У меня нету денег дедім, бетіне қарап. Бірінші рет көріп тұрған адам ғой енді. Енді көйлегім шешіп алмайды ғой. Не десең ол болсын, нету денег дедім. Сколько есть деді. 80 мың дедім. Ермектен әшейінде ақша сұрасаң, ақша жоқ дейтін адам. Ой, менде бар, Руслан, менде бар, мен бере салайын саған қарызға деп. Мен Ермекке бүйтіп көзімен қарап тұрмын. Керек емес деп бүйтіп жатсам. Мен берем ғой деп Каспийге жібереді, сол жерде мені тіркейді ғой әлгілер. Менсіз тіркейді, мен өзім бүйтіп бұрышта отырмын бүйтіп, не істеп жатыр мыналар деп бүйтіп отырмын басымды ұстап. Сөйтіп тіркеді, Ермекті бір апта бойы былай айтқанда енді әңгіме болды біраз арамызда. Мен сенен ақша сұрадым ба дедім. Мен сенен сұраған жоқпын ақша. Сен маған өзің берген, мен саған қайтармаймын дедім. Қайтармасаң қайтарма деді, ол да айтты. Сонымен не керек? Банағыдай салып жүрмін, ай сайын звондайды, банағыдай партнер етіп тіркеп қойған ғой тағы да. Әлі есімде 128.800 теңге төлегенім, $295 сол кезде. Сол кезде премиум деген жоқ, енді классикпен тіркелдік қой. Сөйтіп мен банағыдай менің жыныма тиеді, сені тіркегенше бір орыс әйел тіркеу керек еді деп. Сен адам шақыра алмайсың. Енді мен кішкене жұмсартып айтып жатырмын ғой, басқаша айтқан негізінде. Сөйтіп орыс әйел тіркеу керек еді. Анау мынау деп мен жыныма тиетін. Сөйтіп мен жинап жүрдім, сенім аз болды, себебі пандемия да. Біреуге айтсаң сенбейді, біреу түгіл өзім сенбей жүрген кез. Сөйтіп круиз броньдадық біздер. Круизіміз отмена пандемия үшін. Бана красный зонаға түсіп кетті деді, сонымен отмена болды. Екіншісінде тағы броньдадық, ол из-за вакцины отмена деді. Ой, құрсыншы дедім мен. Кетсін, осы 8 ай жинаппын, $700. Сонымен тіркелгеннен кейін 1,5 жылдан кейін мен өзімнің алғаш круизіме бардым. Ана круизді көріп, мен айттым, бұл менікі, мен осы жердемін деп өзіме мен шешім қабылдадым сол жерде. Содан кейін мені ешкім тоқтата алған жоқ. До того мені ешкім тоқтата алған жоқ. До того мен қатты жұмыс істеп кеттім. Мен бірінші болып өзімнің наставнигімнен озып региональный директор аштым. Біздер енді МДСМДені бір уақытта аштық, арамыз 1 ай. Ол бірінші ашады, екінші ай мен ашам деген сияқты. Региональный одан бірінші ашам, национальныйды одан бірінші ашам. Себебі мен түсіндім, бұл менің бизнесім. Бұл жерде жауапкершілікті мен сезіндім. Ол менің наставнигіме керек емес, оның үстіндегі вышестоящийға керек емес, бұл менікі. Мен себебі көрдім, бұл жерде ақша бар екенін көрдім. И банағыдай жалпы саяхат, мен енді тағы да кішкене артқа оралатын болсақ, бәріміз американский кинолармен өскен ұрпақтармыз ғой біздер енді. Совет үкіметінің соңын көріп, банағыдай батыстың, Европаның мәдениетімен кішкене сусындап өскен адамдармыз ғой. Сол кезде американский киноларды қарап отырамын да, ана көбіне боевиктер қараймыз ғой, сол кезде былай айтатын да. Былай айтатын. Біреудің артынан іздеп жүреді де, все, вылетаем. Ана бір мемлекетте жүр дейді, Америкада жүреді де, ана кісі Европаға қашып кеткен, все, вылетаем дейді де. Екінші кадрда самолет қонып жатыр Европада да, мысалға Италияға или Испанияға қонып жатыр. Сонда ойлайтын, бұлардың өмірлері не деген керемет, вылетаем дейді де, ұшып кетеді. Енді кино ғой, бірақ соның өзінде мыналарға өте оңай ғой деймін де. Алады да ұшып кетеді, басқа мемлекетте жүреді, алады да ұшып кетеді. Бағандай ана Джеймс Бондтың киноларын көрсең, Африкада жүреді, бір қарасаң деген Европада жүреді, Джеймс Бонд ана біреуді іздеп жүреді де, ана жаққа мына жаққа ұшып кетеді. Ой, блин, не деген керемет бағанағыдай деп армандайтын мен дейтін өмірім ұшып жүрсем екен. Ух ты. Иә, мен осы кинода актерлар сияқты ойладым, ана жаққа ұшып кеттім, ойладым, мына жаққа ұшып кеттім, әлемді аралап жүрсем, не деген кайф. И сол кезде Жакив Кустоның банағыдай документальный киноларын көруші едік қой, баяғыда Жакив Кустоны, океанологтың. Сол кезде пальмаларды көрсетеді ғой, мынадай теректер қайда бар екен. Осындай ағаштардың түбінде жатсам ғой деп. 3 оқимын, 4 оқитын кезім, сол кезде армандайтын мен. Мынадай пляжға барғым келеді, мен іштей банағыдай, осыған қалай барсам болады мен деп, бір жауабын іздейтін мен. Қатты мен мазалайтын сол. Мен ондай бір қақшам жоқ, мен дейтін әкешем ондай мүмкіндігі жоқ. Мен сөйтіп өмірден өтіп кетем, осындай нәрсені көрмей деп өзімді қатты жейтінмін іштей ше.
мына әлемді көрмей кетем ба деп бала күнгі менің сондай бір қатты бір запростарым болатын. И сол 2015-те Ермек екеуміз Қытайға баратынбыз. Енді Қытай бізден 1,5 сағаттық жер самолетпен да, мына Үрімжі. Сол Үрімжіге барып жүрдік. Бірақ Алматы сияқты ондай бір керемет еш нәрсе жоқ ол жерде. Сөйтіп бір күні біз моншаға түсуге баратынбыз, сенесіз ба? Ермек Қытайдың тамағын жеуге барады, мен Қытайдың моншасына түсуге баратын. Пятница күні ұшып кетеміз, понедельник күні ұшып келеміз. Сол датабай сөйтіп жүрдік. Сосын уже бара береміз одно и то же. И бір күн бір досымыз айтады, мен Гуанчжоудамын. Келсеңдерші дейді. Сөйтіп Гуанчжоуға ұшамыз. Сол кезде мен үлкен шетелге шықтым, 2015 жыл. Ана небоскрептар ненің ішінде тұр да, бұлттың ішінде тұр. И мен қыдырып жүрмін Гуанчжоумен. Барлығы адамдарға арналған да, қала деген не деген керемет Гуанчжоу қаласы. Сол кезде мен ойладым, мен осылай қыдырып жүрсем, маған ақша төлесе, сондай жұмыс бар ма екен? Деп менде сондай бір ұсыныс болған да, ой болған. Блин, ондай жұмыс жоқ шығар. Менде өзімде типография болды. Ол үшін маған типографияны дамытып, банағы дәуір сияқты етіп та, үлкен біз типография бар ғой Қазақстан бойынша. Сол сияқты типографиям болса, мен деген бір управляющийді қойып ақшасына қыдырып жүрсем, блин, ол нереально ғой деймін да ол. Керемет. Бүкіл ойлар мен маза бермеді. 2015-тегі менің ойым 2020-да инкрузке алып келеді ғой. И қазір сол мен бала күнімдегі ойларым, сол кинода көрген нәрселердің барлығы қазір мен өмірімде болып жатыр. Ол сенесі, менің өмірім, мен қазір сол ой сап ете қалды бала күнімдегі нәрсе. Мен қазір сол өмірді сүріп жатыр екенмін да, қарап тұрсам. Ол мүмкіндік маған инкрузис берді. Мен осыны адамдарға жеткізгім келеді. Адамдар негізі жақсы ойлау, жақсы нәрсе армандау керек қой, иә. И мен таң қаламын да, біздің әр ойымыз, жақсы ойымыз да, жаман ойымыз да, ол міндетті түрде орындалады. Ол міндетті түрде орындалады. Сол себепті бізге жақсы ойлау керек, жақсы армандар ойлау керек. Армандар деген тегін нәрсе ғой, мысалға да. Иә. Тегін нәрсе ғой, сен ойла, просто арманда или жазып қой, ол обязательно орындалады. Тамаша. Ой, Руслан мырза, өте бір әдемі әңгіме айтып жатсыз. Шынымен де қарап отырсақ, Алланың құдіреті қандай керемет. Қазір айтып жатады, ой, медитация, ойбай, визуализация жасаңдар деп. Сол ғой, бала кезіңіздегі ойыңызда қалай болды? Алла тағала, говорят, анау Джо Диспензада айтады ғой, подсознание. Сол ойыңызда Алланың құдіреті қандай? Сізге осы инкрузис арқылы беріп отыр, иә? Алдыңызда әйтеуір бір мүмкіндікті жасап, айналайын, міне мүмкіндік дейді ғой. Мүмкіндікті жеткізе алмай жатамыз ғой адамдарға, мына жерде керемет мүмкіндік бар деп. Жерде отырған біраз адамдар да осылай шығар. Менде де иә деп айтып жатыр. Менде де қызым Шынар осылай жазды ғой мені. Жаңағы сіз айтқандай күштеп жазды. Сонда ұрысқаным маған сол керек емес. Несіне? Үйде инкрузис туралы айтатын болса, үйге келетін, коттеджде тұрамыз, балаларын ертіп. Мен айтам, үйге кірердің алдында остановись, тоқтада, бүкіл сбрасывай себя весь инкрузис. Үйде бір аузында шушы болма деп айтатын болатын. Сен кандидат наука, ана алтын белгімен бітірген, қандай керемет. Сен инкрузис деген какой-то сетевоймен айналысатын деп кәдімгідей. Қазір өз үйге келгенде мен инкрузис туралы айтсам айтады, ой, өз кезінде айтпа деуші еді, енді көрдіңіз. Өзіме мысқылдап. Ол инкрузис деген, мен сізге айтайын, инкрузис деген бұл мынадай нәрсе ғой. Бұл инкрузис деген бақ. Түсінген адамға. Бұл бақ. Бұл, ана орыстар айтады ғой, любовь с первого взгляда дейді. Бұл любовь на всю жизнь. Мен сіздерге айтайын, инкрузисте жүріп кетіп қалған адамның өзін талай әңгімелерін тыңдадым. Блин, сол вайпты сағынам. Сол ана керемет жиналыстарды сағынам, керемет круизде командамен барған кездерді сағынам дейді. Бірақ біліңіздер, әр нәрсені жасау қиын. Бұза салу оңай, оны қайтадан жасау өте қиын. Сондықтан инкрузис бұл айтқанда мынадай кішкене отты, елестетіңіздерші, от картина. Қолыңызға майшам ұстап алдыңыз. Иә. И сіз бөлмеден жүрсіз, үйде свет жоқ. Сіз ананы өшіріп алмайын деп, бүйтіп жан-жағынан қоршап, бүйтіп келесі бөлмеге барасыз да. Инкрузис сол. Білесіздер ме? Инкрузис ол сол. Сіз қазір қатты жүрсеңіз, бүйтіп қатты қолыңыз сермесеңіз, отты өшіріп аласыз.
Керемет. Сондықтан иә, ол отты былай қоршап, оны бүйтіп желдерден қорғап, бүйтіп қоршап жүру керек, жүрегіңіздің тұсына ұстап. Инкруз деген мен солай түсінемін. Тамаша. Инкруз сол. Тамаша. Сосын инкрузды да Алла тағала мүмкіндікті де ол жай анау төбенен түспейді ғой. Ол адам арқылы береді дейді. Бір адам арқылы мысалы ермекті сол кезде қанша ұрысып боқтап жатсаңыз да, сол ермек арқылы мысалы сіз осы жерде отырсыз. Енді Руслан мырза, мынадай. Енді жаңа сіз жаңағыдай басқа қаладан келіп, Алматыға орналасып, өзіңізше бизнес аштыңыз, оның арасында жаңағы Үрімшіге бардыңыз, жүрдіңіз, иә? Сол кездегі Русланның мүмкіндігі қандай еді? Арманы қандай еді? Бүгінгі Руслан уже ұлттық директор, бірақ ол бұл кісі нақты көріп тұрсыз. Алла жазса, мына жерге мен мүмкіндік бар, сол мүмкіндікті пайдаланып, мен әлі де қазір интер болам, одан кейін міне атқарушы, ролик ұстаған қолыңызға, борт болам, там амбассадор болам деп, уже сіз соны көзқарасыңыз тұр. Вот бұрынғы Русланның арманы инкрузға дейін қандай болушы еді көлемі? Бүгінгі Русланның арманы қандай? Мен сізге былай айтайын. Бұрын инкрузге дейін менде орысша айтқанда выживание болды. Мен әйтеуір осы жылға жоспарым бар. Мен машина алсам, үй салсам, тағы бір проекттер жасасам болды. Мен өзімді ғана ойладым. Мен өте ограниченный болдым. Мен өзіммен эгоист болдым, былай айтқанда да. Ал инкруз маған нені үйретті? Инкруз мен 180 градусқа өзгертті. Себебі мен бұл мүмкіндік деп мен қабылдағаннан кейін, сол осознание маған келгеннен кейін, осы мүмкіндіктерді адамға қалау, солардың жағдайын ойлау, банағыдай жанашырлықпен айту да адамдарға. Маған тіркелші, менің андай адам айтудың екі жолы бар. Біреуі сұрап айтуда, тіркелесің бе, пожалуйста. Сенің түпкі ойың банағыдай безоплаткаңды жабу болуы мүмкін, болмаса рангыңды жабу болуы мүмкін, немесе банағыдай матчинг болмаса алуы мүмкін. Сондай ниетпен айтылатын болса, сіздің жұмысыңыз жүрмейді. Соны анық түсіндім. Себебі сіз пайда көру мақсатында айтып жатсыз. Мен де басында солай болды. Кейін маған инкруздың мүмкіндіктерін, инкруздың масштабын мен көрген кезде, себебі инкрузис, оның фундаменті махаббат. Көрдіңіз ғой, да? Инкруздың фундаменті ақша емес, ол махаббат. Себебі ол сода махаббатта тұр. Сол нәрсені сен аттап өтіп, басқа нәрсен фундаментті құрайым деу, ол банағыда үлкен бизнесті құлату деген сөз. Немесе сен коттедж емес, сен просто бір хижина салып қою мүмкінсің, да? Небоскреб емес деген сияқты. Сол себепті оның фундаменті махаббат болғаннан кейін ең бірінші адамдарға деген махаббат болу керек. Міне мен махаббатпен айтып жатырмын саған. Пожалуйста, банағыдай, Ғалия Сәбитовна, мен сізге, сіз білесіз ба деймін да, мысалға, сіз инкрузге кірмегенсіз. Сіз маған кейін рахмет айтасыз, Ғалия Сәбитовна. Мен прям қалаймын сіздің барғаныңызды. Сіз сондай әдемісіз, мысалға. Сіздің ана елестетіңізші деймін да, мен былай айтамын оған. Елестетіңізші, сіз барасыз андай вечерний көйлекпен. Блин, сіздің жүретін жеріңіз бар ғой. И ана адам ойлауы мүмкін автоматом. Мынау менен пайда көрейін деп тұр. Даже сұраған адамдар болды. Сен менен, что ты от этого имеешь? $20 тип. Хотите, я вам переведу эти деньги сейчас на карту? Просто мен ешнәрсе көрмей ақ қойын. Я переведу, с удовольствием переведу эти деньги. Мен пайда көргім келмейді. Мен сізге қалаймын осыны. Представьте, да, мен мамамның 64 жасын кемеде өткіздік. Жарқырап жүрді деген кезде аналарға, әйел адамдарға осы нәрсе қатты тиеді. Блин, мен балам осындай болса ғой. Мен де балам осындай апарса ғой. Бұл әйел адамдарға боль, былай айтқанда. Мен оны бір тигізейін деп айтпаймын, бірақ мен қалаймын осыны. Сіздің балаңызға де айтайын мен деген. Сізде барғаныңызды қалаймын. Сіз елестетіңізшіден да, Ғалия Сәбитовна, мысалға. Сіздің ұл қызыңыз бар. Шынар күйеуге шықпаған, мысалға да. Жоқ, оның шықпасы бар. Жоқ, мысалға деп жатырмын. Сіздің қызыңыз бар, Шынар. Ертең Шынарды аласыз да, прикинь, Шынардың ұзатуын біз дейтін ертең Норвегияда өткіземіз да. Вот представьте, деймін да, картину. Қазір той жасамай жатыр. Қазір суббота, воскресенье ресторандар бос емес Алматыда. Той, везде той. Бірақ
бәрі одно и то же. Сол той, сол тамада, сол приколдар, сол тамақ жейсің, кетесің. Бір аптадан кейін ешкім есіне де алмайды сен той өткізгеніңді. Вот представьте, да? А прикиньте, сіздің тойыңыз ограниченный круг, құдалармен, 50 адам, ну, например, да? Или құдалығыңызды сіз кемеде өткізіңіз. И у вас будет есть что вспомнить. Сіз айтады, Ғалия Сәбитовны помните, Норвегияда или Испанияда? Ой, блин, деп сіздер дейтін, соны күліп, құдағи, вообще прикол. Между нами деп айтып отырасыздар да. Ол эмоции ни за какие деньги не купите. Дұрыс. Иә, ол сол кездегі, даже дастарханыңыз сіздің скромный болуы мүмкін, да, но ол эмоция, да, еще экономно, еще за счет компании, да, это вообще, ну, ондай мүмкіндік жоқ қой. Қазір как минимум 10-15 миллионға той жасайды, да. А сіз соның бір 2-ақ миллионына сіз 3 мемлекет 5-6 қаланы, ну, примерно айтып отырмын да, сіз көріп келесіз, еще банағыда тойды өткізіп келесіз да. Білмеймін, одан артық не керек. Мен сізге осыны бүйтіп қалап, шын махаббатпен қалап айтқан кезде, сіз автоматом подпишитесь. Тамаша. Ой, тамаша. Енді қазіргі Русланның арманы қандай? Қазіргі Русланның арманы халықаралық деңгейге шығу. Уже менің бұрынғы деңгейім осы бір айдың ішінде қалай күн көремін болатын болса, Русланның өзі, қазіргі Русланның арманы әлем бойынша достар табу. Мен бүйтіп айтып отырмын да, мысалға, вот мынадай картинаны елестетіңіз. Мен көбіне елестетемін, визуализация жүреді да менде. Мысалға, сен бір досыңа звондап жатсың, там, например, сіз Сәуле деген кісіге звондап жатсыз, мысалға. Там коллега. Там Сәуле, там, не знаю, Сериковна. Сәуле Сериковна, давайте осы жексенбі күні баняға барайық. Мен жаныңызда тыңдап отырмын. Ну, жай әшейін әңгіме. Маған қызықта емес ол. А прикиньте, сіз там, например, недегі Испаниядағы Анжелаға звондап отырсыз. Анжела, привет, давай встретимся. Я буду в круизе, у меня там круиз через Стамбул, например, да, пересадка. Сен де как раз келе жатсың ғой, у тебя тоже там стыковочный екеуміз бірге алайық. И мен сразу елең ете қалам. Ничего себе, Ғалия Сәбитовның Испанияда подругасы бар. Испанка еще. Вообще классная. Тетка деймін да, например. Иә. Вот көрдіңіз ба? Банағыдай, Сәуле, Сәуле Сериковнаға қарағанда, я болмаса мен Анжелаға звондап жатсам, екі айырмашылық. Мен сондай достарды қалаймын да, мысалға. Шетелде адамдар достарым болған, мысалға. Солармен сөйлесіп, мен мысалға қазір бұрын адамдармен сөйлеспесем де, көп сөйлеспейтін, қазір мен с удовольствием сөйлесем, шетелдік болса да, переводчик болса да, мен кісімен сөйлесуге тырысам да. Әйтеуір өмір туралы әңгіме айтпасам да, онымен әйтеуір бір айтып, қайдан келгенін, әйтеуір бүйтіп, бытовой әңгіме айтсам да, танысу жай әңгіме айтсам да, мен ол адаммен сөйлесіп қалуға тырысам. Сосын ол кісімен обязательно мен суретке түсем де, оның инстаграмын алып аламын. Ол бір жағынан менің досым болып қалды, екінші жағынан, возможно, ол менің клиентім или партнерім да. Енді қараңыз, Майкл не дейді? Біз көп адамдарға айтамыз ғой, көп адамдар, ең жақын адамдар тіркелмей қалады, я болмаса отказ беріп қалады, тағы бір нәрсе болады. Ондай адамдар как минимум сіздің досыңыз болып қалады дейді. Ал ол кісі даже мен Ингрид деген итальянкамен танысқан, мысалға, мен оған презентация қойып жатырмын қыз да. Ол менімен, маған командама тіркелсін, тіркелмесін, біз жақсы дос болып қаламыз. Әйтеуір арасында бірімізді мейрамымызбен құттықтап қоямыз деген сияқты. Керемет па? Приятно. Тамаша. Руслан Мырза, енді мынау бұрын атаулар болушы еді ғой, Радуга дейміз өзіміздің, да? Сонда міне аумақтық директор деген аудан аспайды. Міне қазір сіз ұлттық директорсыз. Қазақстан ішінде, ұлттық директор. Ал әрқашанда міне енді Алла қаласа келесі сатыңыз халықаралық деңгейдегі директор боласыз, иә? Ол шетелден бір ғана Қазақстанмен шектелмей, жаңағыдай халықаралық бизнесті дамыту керек деп жатады. Ол сол әрқайсымызда ондай арман бар. Сіз
соған қандай іс әрекет жарайды? Bir адаммен сөйлестіңіз, мынау таргет жібересіз ба, әлде біреу арқылы біреудің таныстарын іздейсіз ба, қандай іс әрекет жасап жатсыз? Мен бар ғой, анау на войне все средства хороши дейді ғой. Иә. Мен мысалға Фейсбукқа кірем, сол жерде мысалға біз адамдар бір дейміз, ұлтымыз бөлек болғанмен. Мен әр елдің мысалға адамдарын іздеймін. Просто атын жазам, Африка деп жазам. И Африка туралы мысалға бір нәрсе шығады, мынадай бір сообществолар шығады, и астында комментарийлер болады. Африкалықтар ғой енді, соответственно. Мен ерінбей профильдеріне кірем. Өзіме ұнаған адам профиліне кірем. Сосын оған достық жіберем. Сосын оның посттарына лайк басам. Сосын ол кісіге инкруст айтпаймын мен, бір жай ғана комментарий жазам. Ой, керемет болып тұрсыз, например, да? Бұл қай жер, мысалға, бір күшті жерде жүретін болса, ол қай жер деу мүмкін. Ол кісі контактыға келген жағдайда менің комментарийіме лайк басу мүмкін, не болмаса маған жауап беру мүмкін. Сол кезде мен оған бірден банағыдай бас салмай, қай жақтансыз, не істейсіз, немен айналысасыз деген сияқты жай ғана қарапайым сұрақтар қоямын. Мен осындай әлеуметтік желіде осындай қадамдар жасаймын. Енді мен шетелден бір керемет бір достарым жоқ. Например, там анаған айта салшы, мен оған презентация қойып беретін дейтіндей ондай адам жоқ. Бірақ әйтеуір ештеңе істемегеннен жақсы. Мен осылай Инстаграм көбіне и Фейсбукты пайдаланамын. Содан кейін круизде жүріп шетелдіктермен танысуға тырысамын. Вот сол ғана менің инструментім. Себебі мен шетелде оқыған жоқпын, менің ол жақта бір таныстарым жоқ. Сондықтан әзірге осылай. Бірақ мынадай тағы нем бар, ойым бар. Мысалға, алыс шетел емес, енді өзіміздің СНГ-нің төңірегінде мен ойым өзімнің енді әзірге мен адам іздеп жатырмын да, адам іздеп жатқанда қалай командадан адам іздеп жатырмын. Бір 2-3 адам болып бір айға сол елде жатайық деген. Ол мысалға ол Армения болуы мүмкін, ол немесе Грузия болуы мүмкін да, көп қой елдер. Инкрузис, былай айтқанда, біз ойлаймыз ғой, адамдар банағыдай жоқ, біреулер сөйтіп айтады, адам жоқ дейді. Адамдар толып жатыр, мен сіздерге айтайын. Даже бар ғой, естімеген адамдар бар. Мен өткенде бір сияқты бір әйел адамға презентация қойсам, білмейді ғой. Естімедім дейді. Мен шынымен де естімедіңіз бе? Просто, может, есіңізге түспейін жүр. Мен шынымен де естіген жоқпын. Білем, что круизбен қыдыруға болатын өмірі ондай естіп көрмеппін дейді. Ойлаңыздаршы. Сондықтан адам көп айналамызда. Адамдар көп. Оған сіздер бүйтіп қатты бүйтіп бастарыңызды ауыртпай қойыңыздар. Мына и күн сайын 18-ге толып жатқан адамдар бар да. Күн сайын жас өспей ме, анағыдай деген сияқты да. Адамдар келеді, кетеді. Сондықтан көп адам. Проблема емес ол. Тамаша. Руслан мырза, енді бар ғой, жаңа адамдардың енді бәрі өзіміз армандаймыз ғой. Шетелдік жаңағыда командамыз болсын дейміз. Бірақ біз сол армандардың ішінде, көптеген осы жерде лидерлар отыр ғой, тағы бір арманы осы бізде инкрузда ер азаматтар көбейсін дейміз. Менің білуімше, сіздің командаңызда ер азаматтар өте көп. Басым ер азаматтар командасында ермекте, сіздер әдемі ана жерде сахнаға шыққанда көзіміз жайнап, бәрі соны бойлары биік, әдемі, еще қалай шығасыздар, соны қызықпайтын адам жоқ шығар. Сонда әр адам ойлайды, осы менде де ер азаматтарды болса ғой командамызда дейді. Әрқайсымызда осындай бір-бір Руслан болса, бір-бір Павел болса, қандай керемет, иә? Ал енді сіз сол командаға жігіттерді жинағанда, мысалы, ер азаматтарды жаңағы шақырғанда қалай дұрыс ұсыныс жасау керек? Олар қандай сөздерден аулақ болу керек? Олар неге қызығады? Олардың назарын немен қалай аударуға болады? Мынау презентация жасағанда, или танысқанда, шақырғанда қандай енді подход дейміз ғой, жасау керек. Сол туралы кеңес берсеңіз. Мен мысалға былай айтам, енді ер адамдар, олар енді от природы добытчики деп айтады ғой банағыдай. Біз ол банағыдай
жануар болса да ол ері тамақ іздейді деген сияқты да, өзінің бағана асырайды деген сияқты. Былай айтқанда өзінің жанындағы серігін асырайды деген сияқты. Сол сияқты біздің заманымызда енді ешкім бар біреуден бір нәрсе ұрламайды ғой. Біздер сатып аламыз. Ал немен сатып аламыз? Ақшамен сатып аламыз. Мен сол кезде бүйтіп айтамын. Сен мысалға қазір қанша аласың деймін да, енді. Өзімнің адам болса, енді сұрауға болмайды, конечно, но сұрап көремін. Айтуым мүмкін, 500 мың. Что-то зависли. Руслан мырза, қатып қалдыңыз. Руслан мырза. Звондап қалған шығар. Иә. Жақсы. Руслан мырза. Руслан мырза. Жоқ, Любовь, рахмет сізге, Галия Сабитовна. Вы вдохновили. Не то, что вы прям рахмет, что вы Руслана пригласили. Я вообще думал, наверное, выйду, не получается. Смотри-ка, как он говорит, да, что инкружишь, махаббат, керемет прям. Все классно. Рахмет вам. Рахмет сіздерге де. Қатысып отырған, что-то Руслана выбила. Видимо, жолда келе жатыр ғой ол. Ол машинасын тоқтатып тұрып, жаңағыдай нете берем, өйткені үлгермеймін жетуге деген. Поэтому где-то выбила его. Кто может позвонить ему? Қандай керемет әңгіме жүргізіп жатыр. И сосын маған ұнайтыны бар ғой, да? Мына шын жүректен ол кісі, без приукрашения, өзінің жаңағы өмірінен, тәжірибесінен өткізгенді айтып жатыр, мысалы. Бәрімізді, мысалы, какой-то бір формуланы білеміз ғой, иә, адамды қалай тарту, там, әрекет жасау деп айтамыз. Жаңағы не дейміз біз обычно? Ой, презентация жаса, сенім болу керек деп айтып жатамыз. Бірақ шынымен де бәрінде бірдей бола қоймайды. Соның ішінде өзін жоғалтып алмай, ары қарай үлкен сенім болу керек. Мынадай көзі жайнап тұру керек. Міне Русланның көзі қалай жайнап айтып жатыр ғой. Сосын әртүрлі адамдар әртүрлі болады ғой. Сол әр адамға әртүрлі подход жасай білу керек. Соның жаңағыдай орыста выявить боль дейді ғой. Онда қандай жаңағы мәселе бар шешілмей жатқан, оның арманы қандай екен. Сол осы инкрузис, ол инкрузға да келмейді, жаңа командаға да келмейді, ол жаңағыдай осы инкруз сізге келеді, сосын сіз сол инкрузис арқылы сол кісіде бар көкейтесті мәселесін қалай шешуге болады, армандарына қалай жетуге болады, жолын кәдімгідей осылай көрсетіп жазып беруге болады. Ал енді сен әрекет жасаймын десең, бірақ сразу басында... Мен кешірім сұраймын, менде интернеттен өзімен өзі шығып кетті де, сонымен қайтып кіре алмай қалдым. Иә. Так, бағанағы қалай шақырасыз деп жатсыздар ғой. Мен ең басында ақшаны айтамын. Мысалға, мен тегін саяхатымды айтамын бірінші, сосын ақшаны айтамын. Енді мен арнайы даже, мен сізге айтайын, мен ролик түсірдім да, бірақ ол роликті мен ешкімге көрсетпеймін. Тек қана ешкімге жібермеймін, тек қана мен оны көрсетемін. Мысалға, әсіресе ер адамдарға мен барам, кассаға барып, мен енді көбіне онлайн аударамыз ғой ақшамызды. Банағыдай да, картадан картаға деген сияқты. Мен кәдімгі банкке барған, бейді удостоверениемді беріп жатқан, сол жерде удостоверениемді алып, маған доллармен 5000 долларды бейтіп шығарып берген. То есть, 5000 доллар, 2,5 миллион теңге ғой енді. Соны шығарып берген, мен кәдімгі долларды алам, бейт көрсетем, квитанциясымен көрсетем. Сөйтемде барып, көз алдында митке барып соны ауыстырам, оны алам, Каспийге салам, аппарат, міне, и Каспийге түсті, сол жерден бүйтіп көрсетем да, міне экран, міне қара деймін да, міне маған айдың 10 күн ақша түсті, міне 11-ші даты көріп тұрсың да, мен міне шешіп жатырмын өзімнің лидерский бонусымды. Ол 5000 доллар мен 10 000 доллардың арасында. Міне мынау основной лидерский бонус та, мысалға былай айтқанда зарплата. Санай зарплат қалғандар бонустар, енді ол ары қалай кейде былай деген сияқты. Міне деймін да. Қалай саған деймін.
Блин, тамаша. а что, реально ма дейді. Міне көріп тұрсың ғой. Ладно, сен фейк-викерге сенбеуі мүмкінсің, хайпервалетке, потому что ол естіген жоқ та ол нәрсені. Но сен БЦК-ға сенесің ғой деймін да. Каспийге сенесің ғой. Ол местный банктер, да, вот. Мгм. Это не фотошоп, міне қара. И вот квитанция, міне мен саған көрсеткен, міне қара, это оригинал вот квитанция, міне сверь. Блин, дейді ана кісі деген. Круиз жайына қалады уже ақша. Не істеу керек дейді. Всего лишь 5 адам дейді. Мен оған 30 адам деп миын шіртпеймін. 5500 адам деп, потому что оған қабылдау қиын. Ол цифрларды қабылдау қиын. 5 адам бар ғой деймін сенің жаныңда. Соларға айтпай-ақ қой даже деймін. Ол уже ойында елестетіп жатыр, 5 адам бар, иә. Там Ербол бар, там Арман бар, там Жанар бар деген сияқты. Сөйтеді, так, енді ол ойша 5 адамды ойластырды. Просто кездесу ұйымдастыршы деймін. Сен аузына еш нәрсе айтпай-ақ қой, даже айтпа оларға. Нулевая информация. Сосын айтады, 5 адам бар, иә, спокойно таба аламын 5 адам. Болды, солармен кездесу ұйымдастыршы деймін. Тамаша. Болды, басқа ештеңе. Сенің жұмысың телефоныңды шұқылап отырасың, болды деймін. Телефонды шұқылап отырасың да, менімен кездесу ұйымдастырасың да, телефон шұқылап отырасың. Сөйлептің де қажет жоқ, просто таныстыр, болды. Ары қарай мен аламын. Ал ол адамдар иә десе деймін, ол саған келеді деймін да. Мен саған көмектесем. Мен даже бүйтіп айтамын ғой. Бірге ұйықтамаймыз, қалған постоянно бірге боламыз деймін да. Мен сенің даже туысқаныңнан да жақын боламын деймін саған. Біздер күн сайын бірге жүреміз. Күн сайын бірге тамақ ішеміз. Күн сайын бір жерлерге барамыз. Вот представь деймін да, вот екеуміз кәдімгідей дос, бауыр болып кетеміз, туысқаннан да жақын болып кетеміз деймін да. Ал сен мысалға адамды сөйтіп өзіңе тарту үшін сен өзіңде соответственно болу керексің ғой. Мысалға да. Сен шама келгенше, енді мен ешкімді айтпаймын, бар, кредитке бар, машина алыңдар деген сияқты ше. Сенің көлігің әдемі болу керек. Киген киімің әдемі, сен өзің жалпы тартымды болу керексің ғой. Иә. Саған адам бүйтіп бір қараған кезде, ой, блин, красавчик, ой, красавица деп айтатындай да. Әйтеуір бір назарын аударатындай бір, былай айтқанда, вишенка в торте болу керексің ғой сен деген бір. Енді мен айтпаймын, бір керемет әйел адамдарға енді күшті прическа да, макияж, бағанағыдай. Жарайды, оны жасамасаң, бір таза киім, білмеймін, бір назарды аудартатын бір нәрсе болу керек адамда. Иә. Или ярко киініп аласың да. Я болмаса, білмеймін, көздерің күліп тұра ма да, мысалға сенің. Или жақсы сөйлейсің ба, әйтеуір бірдеңе бір сенде бір бүйтіп бір қарататындай бір нәрсе болу керек адамда. Или сен бағанағыдай интеллектіңмен алып кетесің ба ол нәрсені, сенің сөйлеген сөзіңмен, разница жоқ, әйтеуір сенде бір нәрсе болу керек сені қарататындай. Тамаша. Шынымен де ана встречают по одежке деп жатады ғой, қайткенмен Өте дұрыс нәрсе. осы қандай презентацияға барғанда да, кісімен танысқанда да өзі жан-жақтан адам болу керек, киімі де дұрыс болу керек, сөзі де дұрыс болу керек, қарым-қатынас, қалай сөйлеудің өзі де адамдарға шынымен де үлкен әсер етеді. Жаңа өте бір жақсы лайфхакпен бөлісіп жатсыздар. Мынау мысалы тұрған бүгінгі күні, ал жарайды, Русланда осындай мүмкіндік бар, осыншама ақша алады, міне мен жаңадан әлі ондай жалақы алып атқан жоқпын, мен қалай шақырам деп отырған адамдар да бар шығар. Бірақ сіз мынау алдыңызда тұрған тәлімгеріңіз бар, сол алып жатқан. Міне менің тәлімгерім, таныстырайын, осы кісі мені жазды, міне Ғалия Сәбитовна, міне ол кісінің көріңізші, осындай неге жетті. Мен қазір сол кісінің жолымен келе жатырмын, мен де соған жететініме мен сенемін. Сен де менімен бірге жүріп, сен де сол нәтижеге жететіндей мүмкіндік бар деп. Қандай керемет, иә? Адамдар мүмкіндікті көрсетсе, иә, ары қарай адам алып кетеді. Сосын ана шақырған адам көзі жайнап тұру керек қой, кәдімгідей сенім деген, енді бір кезде Сұлтан айтушы еді, если у вас нет веры, возьмите мою деп. Сол сияқты сондай сенімсізде мықты болу керек. Мен айтқанда көзім жайнап тұрады ғой, шынымен де, өйткені менде үлкен жүректе сенім бар сол компанияға деген. Соны сіздер білдіре білсеңіздер, тіпті бір керемет болады. Енді сұрақ қойғым келіп тұр, бірақ көрермендерге де уақыт берейік. Әдемі әңгіме жүріп жатыр. Өзіңізге тыңдағымыз келіп бара жатыр. Көрермендерге жаңағыдай мүмкіндік берейік.
иә. Кім сұрақ қойғысы келеді, микрофондарыңызды қосыңыздар. Мен мына жерде не комментарийға не жазып жатырмын, өзімнің инстаграмды қосылып қойыңыздар, егер де қажет болса, сол жерде де сөйлесіп тұрайық. Керемет. Бірімізге лайк басып тұрайық дегендей. Міне мен жазып қойдым. Қалайсыздар, Галия Сәбитовна, қалайсыз? Ой, тамаша. Осы кезімді мен таныстырғым келіп жатыр. Гүлсезім, осы қызымыз 20 ғана. Ол аз уақыттың ішінде маркетинг директор жасады. Енді міне уже СМді ашты ма, ашқалы тұр ма, тез уақыттың ішінде 20 жастағы бала. Кей адамдар айтады, мен кісі таба алмаймын, мен басқа дейді. Не, мен айтам, Гүлсезімге қарап. Соңынан ерген 19 жастағы інісі Жасұланды МД қылды. Қандай керемет, айналайын. Жолын даңғыл болсын. Сұрақ қоя ғой. Менде қазір сезім, 1 минут, менде де сезім туралы айтқым келіп отыр. Анау кейде бір жастарға презентация қоямыз ғой. Сол кезде мен үнемі өзім мысал келтіретін адамдар бар. Сол сезімнің жасындағы 20-25 жас аралығындағы адамдарға презентация қоятын болса, мен сезімнің парақшасын көрсетемін. Қараш қандай академия қыз. Осы мына бір керемет та, енді өзіме мына айтамын, негізі көп жастар бұлай тыңдайды да екінші күн таппай қаласын. Сөйтіп мен айтамын, мына қараңдаршы, мынадай керемет қыз бар, әп-әдемі қыз, қалай видеоны түсіреді, видеолары қандай күшті деймін да. И сол сезімге қарап отырып, менде жастарға деген сенім бар да, бағанағыдай сезім сияқты маған да бір күшті бір қыздар келсе екен, ұлдар келсе екен. Мен өзім сөйтіп армандап жүремін да, негізі ойлап жүремін. И обязательно сезімнің өзін менен ұмыттырмайды. Лайк басады, әйтеуір сезімсіз, мен уже білемін, сезім, Бекниязова да? Міне, қандай 20 жастағы Гүлсезімді уже бар халықаралық деңгейде. Сезім Үсенова, Да. Гүлсезім. Мен постоянно әйтеуір көрем. И сөйтіп үлгі қылып жүрем өзім. Енді қазір ұмытылып кетпесін деп айтып отқанға сұрағыңды қоя. Руслан, сіз осы бизнесті бастаған кезде енді қанша, мысалы, 3-4 жыл алдын бастадыңыз ғой. Ол кезде бізде, мысалы, круиз дейтін затты көп адам білген жоқ. Мысалы, қазір TikTok дамып жатыр, Instagram дамып жатыр. Барлығы қазір білесің, танысың бар, и көрсетесің. Вот міне мына адам барып келді деген сияқты видеосын көрсетесің. Сол кезде сізде вот инкрузисқа деген өзіңізде алға қандай сеніміңіз болды? Маған сол қызық. Вот мысалы келіп уже бастап жатырсыз ғой. Сол кезде қандай деңгейге дейін көтеріле аламын, қандай деңгейге дейін жетістікке жетуге болады деген бір адам ішінде өзінде бір сенім болады ғой. Вот сізде сонда қандай сенім болды осы компанияға келген кезде? Шынымды айтайын ба, сезім. Барып келсем шүкір деген сезім болды. Шын айтамын. Әйтеуір барып келсем болды маған деген сияқты. И сөйтіп банағы кемені көргеннен кейін мен уже бизнесті көре бастадым. Оны бетіп тура менікіндей етіп қабылдау ол керек емес. Руслан сөйтті екен деп менде де сөйтем барып келгеннен кейін деген сияқты емес. Бірақ мен былай айтайыншы, мен бармай жатып МД жасағам негізінде, пандемия кезінде. Күшті ғой? Содан МД-дан өмірі құламаппын ғой. Бірақ өзім сенбеймін, бірақ адамдарға айтам, сол кезде мені басқаша күйге енемін да. Мысалға себебі мен оның алдында саяхаттап жүрдім ғой, сол эмоция қосылады, и мен ана видеороликтерді қараймын өзіміздің Қазақстаннан барған адамдардың, и мен деген сол состояниеға түсем ғой, кірем. Например, мен өзім круизге барған жоқпын, бірақ инкруз туралы айтып жүрген кезде, жалпы круиз туралы айтып жүрген кезде, мен Дана Балтабекті білесіздер ғой, борд директор. Сол қыздың 7,5 минуттық видеосы бар, Америкаға барған, әке-шешесін алып барған. Соны мен қосып алам, телефоннан қосам да, полный экранын қоям да, соның видеосын қарап барам. Өзім круизда болмағанмын бірақ. И мен анаған кіремін, өзімді елестетемін, өзім сол жерде жүрмін, бұл айтқанда программирую да себе. И сол состояниемен ана презентацияға кірген кезде адамдар тіркеледі. И менен сол кезде сұрамапты, сен өзің бардың ба деп. Себебі мен настолько барған адам құсап етіп айтам, мен сұрамайды да. Көрдіңіз ба? Сол кезде мен сол кезде қазіргі лидерлерім ғой, сол кезде мен презентация қойған кезде мен сұраймын ғой, сол кезде қалай айттым, не істей айттым десем, Руслан айтқан дым түскен жоқ, бірақ сен көзің жанып тұрды дейді да.
просто сенің энергияңа келдік, Руслан, сенің энергияңа келдік, болды дейді да. Білдік, әйтеуір сен енді бір ақымақ адам емессің ғой, әйтеуір бізді не болса да әйтеуір артыңнан ілесейік деп ойладық дейді да адамдар. Сөйтіп айтады қазір сол лидерлерім, региональный директорларым, сеньорларым сұрасам сөйтіп айтады ғой маған деген. Күшті, керемет. Рахмет сізге. Гүлсезім, айналайын. Сені бар ғой да, вот келесі бір эфирға Гүлсезімді шақырам. Вот кішкентай қызымыз болса да, обычно жаңағыдай жастарды қалай шақырамыз деп жатады ғой, сол жерде бөлісетін болады. Мына қонақтарыңызды, жас балаларыңызды, келіндеріңізді кәдімгідей тыңдатып қойыңыздаршы осы Гүлсезімді. Гүлсезім енді мен де сұрақ берсем бола ма деп. мен Гүлсезімді шақырамын. Все. Қоя беріңіздер. Ассалаумағалейкум, мен Түркестандан болам. Алейкум ассалам. Махбуба Абдурахмановна, есімді директор. Бізде кеше бір Руслан мырзамен жақсы кездесу болды. Біз Сұлтан Ахметжанның сабағына бардық. Біз бір күн алдын бардық. Түркестан командасына 3 адам бір күн алдын бардық. Біздің ойымыз, ойбай павильоны сатсақ, Руслан мырзаны сатсақ, яқта енді керемет презентация, менің шақырған адамдарым бәрі барады деген оймен бардық. Балам тұрады Алматыда. Содан енді таксиімізді 3600 теңге болды. Енді мен балам Қарғалыда, бұл платформада. Содан барып, біз таксимен жүріп, алдымдағы командамда бір адам кешкіп барды ол кісіде. Содан енді бір-бірімізді қыдырып қалмайық деп, біз бір-біріміз күтіп кіргенше сағат 11-дан 33 минут өтіп кетті да. Содан ойбой, басталып қойса қалай болады деп бардық. Енді суббота, постоянно сіздерде воскресеньеде екен. Сол күні суббота күні болды. Сол жерде бір 10 шақты адам отырмыз да. Жаңа басталды, как будто енді 4 спикер жазылған, бірақ 6 адам выступать қылды. Как будто бір 100 адамға өткенде бір өтсе жаңа қарапайым, енді мен өте өзім барғаныма өте қуандым. Енді жаңа біз Алматыдан команда жинаймыз. Сұрақ қойыңыз, уақыт. Енді сұрағым, менде енді үлкен әулеттің ең кішкенімін, өзімнің родственнигім, бірақ родственниктардан басында өзім картаммен сондай бір ошибка болған. Мен өзім жаңа тез емді болдым, есімді сәл біраз жүрдім. Бірақ жаңа родственниктардан почти жоқ. Енді мен 3 рет путешествие шықтым, бірақ жанып келдім да, каждый встречка кездескен адамды тоқтатып айтқым келді да енді. Бірақ енді білмеймін, холодный рынокта жақсы командама, бірақ родственниктардан почти әлі командамда аз дегендей. Сізде қандай родственниктармен команда құрғаныңыз, соны бөліссеңіз деген ғой. Қараңыз, ең бізге отказ беретін ең жақын адамдар, ол біздің туысқандарымыз, ол біздің достарымыз. Мен сізге айтайын, менің інімнің келін ғой енді маған, інімнің әйелі. Бір үйде тұрып біздер, маған 2 жыл сенген жоқ. Бір үйде тұрамыз, мен өзі ойым болды, потому что ол келін, ол да сетевичка болған бұрында. Бұрын емес, действующий сетевичка болған. Мен ойладым, бұларға ұнайды, қазір олар тіркеледі деп, мен шулап келдім бейтіп. Енді қараңыз, до того ол кіргісі келген жоқ, даже маған шай құймайтынды шығарды. Вот елестетіңіз да, келін шай құйып отыр, енді за рулем сол отырады ғой стол басында. Мен әдейі шайды ұзақ ішем. Сол келінге айтайын, презентация қояйын деген оймен. Папа, мамам тұрып кетеді, бәрі тұрып кетеді. Сөйтіп жайлап бастайым ғой, тыңдайды да, түрінен байқап тұрмын, ол ұнап тұрған жоқ оған. Енді келін болғаннан кейін әңгіме айта алмайды, маған қарсылық білдіре алмайды, бірақ көрініп тұр түрінен что жақтырмай тұрғаны. Соңында ол уже сезіп отыратын болды. Руслан аға, мына шайыңыз міне, тамағыңыз міне деп алдыма сырып, бәрін дайындап қойып кететін шығарды ғой. Тұрып кетеді. Вот көрдіңіз ба? Сөйткен адам 2 жылдан кейін тіркелді, қазір региональный директор. Көрдіңіз ба? Сол себепті қазақта айтады ғой, ат құйрығын үзіп ұрысудың қажеті жоқ. Жарайды, сізде үлкен сабырлық болу керек. Мысалға, енді сіз дін жолында жүрген адамсыз ғой, мен сізге мынадай мысал келтіре алатын, айтар едім да, мысалы діни егерде. Анау пайғамбарымыз Меккеден Мединаға келген кезде ма, бүйтіп Қағбаның түбінде намаз оқыған кезде, ана Құрайш деген тайпа алады да, үстіне түйенің шек қарнын алады да, қазақша айтқанда боғымен бүйтіп үстіне қоя салады да.
сол кезде ол тұра алмайды, үстінен груз, ойлашы, түйенің шек қарнын басып жатыр. Ешкім жақындай алмайды оған. Бәрі қорқады себебі. Сөйтіп қызы келеді, Аиша. Фатима келеді, Фатима айтады, сол үстіндегі ана боқты қағып тұрғызады да, сонда бана періште, Жебірейіл періште ма сұрайды да, қойшы қазір мыналарды накажем да, типа Алла тағаланың қаһарын келтіреміз. Жоқ, ол менің үмбетім ғой дейді да, менің бандай нем ғой, былай айтқан артынан еретін адамдар ғой дейді. Оларға білмеді, түсінбеді, сол үшін қылды. түсінбеді дейді. И тура сол ситуацияны біз осы жерде пайдалансақ болады да. Олар әлі түсінген жоқ, олар келеді. Оларға андай жанашырлық көзқарас болу керек. Көрдіңіз ба? Екі түрлі позиция болуға болады адамға. Ой, кетсінші бар деген сияқты. Екіншісі, блин, ол әлі түсінбей жатыр. Ол келеді, оның уақыты бар. Мен оған бір сондай бір болсыншы деген ниетпен айтайын деген сізде ниет болатын болса, ол міндет түрде келеді. Ал екінші варианты бар. Ол келмесе де соған татитын бір күшті адам келеді сізге. Көрдіңіз бе? Ал келесі сұрақ қоятын адам бар ма? Енді бір сұрақ қояйық, сонымен уақытта біраз мәреге жетіп қалды. Сұрақ қоятын адамдар бар ма? Менде бір сұрақ бар. Нені ашсаңыз, Микрофонды ашсаңыз. Тұр ма? Естіліп тұр, аға? Неге ашпадыңыз? Руслан мырза, жаңа әлеуметтік жүйелерін пайдаланып жөнінде екі әлеуметтік жүйені айтып отырсыз. Facebook пен жаңа Instagram-ы, сол арқылы жаңа кісілермен танысу, іздеп, мысалы жаңа шетелдерден, қазір енді Қазақстанның ішінен тауып тіркелу өте қиын. Соған байланысты қазір көбі биылдан бастап шетелге шығады. Сіз LinkedIn деген америкалық әлеуметтік жүйесін білесіз бе, танысыз ба? Иә, білем. Онда миллиард деген кісі отыр, онда тек кәсіпкерлер отырады. Ал мына Facebook пен Instagram'дан сіз мысалы айына неше адаммен танысасыз, или неше адаммен или тіркейтіз. Мен сізге айтайын ба? Маған негізі ол процесс өте ұзақ процесс. Танымайтын адамның Инстаграмнан немесе бір жерден тіркелуі да. Ұзақ. Енді сіздің сөзіңізді маған жүрегім келіп кетеді. Адамдар бәрі адам жоқ деп жатсыз ғой. Адамдар бар негізінде. Адамдар бар. Мен сізге айтайын ба? Маған Инстаграмнан бір әйел адам тіркелді. Мен былтыр сентябрьде айтқам оған. Сөйтіп, екеуміз никак кездесе алмаймыз. Ол кісінің қолы бос емес, мен кетіп қаламын да. Сол кісі осыдан 2 ай бұрын маған тіркелді. Инстаграмнан. Енді тағы бір адам болды. Мен ақпараттан бөлісе берем. Кіммен болса да Инстаграм арқылы жазғанда мен бөлісе берем. Бірақ сеніңізді ол адамдар сізге тіркеледі. Себебі міне адамдардың көбі инкрузды айтып жүргенінде жақсы. Не үшін білесіз ба? Қазір мен сізге айтайын, инкруз туралы айтып жүрген адам көп. Мен де айтып жүрмін, сіз де айтып жүрсіз. Қазір адамдар ақмақ емес. Қазір адамдар айтқан адамға тіркелмейді. Олар уже лидерлер таңдап жатыр қазір адамдар. Себебі барлығы инкрузге тойған, барлығы білет $100 жинау керек екен, барлығы 5 адам шақырса 50% жеңілдікпен бару керек екенін білет. Бірақ ол адамдар енді қарап жатыр. Мен кімге тіркелсем екен? Мынау қалай жұмыс істеп жатыр? Мынаның банда істеп жатқан нәрселер қандай деп адамдарды бақылайды. Қазір лидерлерді таңдайтын заман болды. Көрдіңіз ба? Сондықтан сіз қандай лидерсіз? Сіз не бере аласыз ол адамдарға? Жарайды, ол адамдар сізді не үшін таңдау керек? Сізді таңдағанда сіз оны қаншалықты ол кісімен бірге боласыз, қаншалықты ол адамға білім бере аласыз, қаншалықты ол адамды кемеге отырғыза аласыз да? Вот көрдіңіз ба? Вот сол адамдар бар. Адамдардың бәрі біледі. Руслан мырза, сізге сондай шексіз ризамыз. Шынымен де мынау 1 сағаттан артық алтын уақытыңызды бөліп, бүгінгі күні эфирді ағыңыздан жарылып сөйлеп жатсыз. Кісілердің міне қанша батасын алып жатсыз. Кісілердің ризашылығы деген жаңа сөздің басында өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, оның бәрі сізге қайтады деп
жаңағыдай. Сондықтан да соны бүгін сәрсенбінің сәтті күнінде сондай бір көп тәжірибеңізбен бөлісіп, одан кейін мынау адамдарға ең басты шабыт сыйладыңыз. Адамға сенім дерін одан да арттырдыңыз. Дұрыс бола ма? Сондықтан да өзіңізге сондай ризамыз. Мынау енді үлкен биіктен көріне беріңіз. Ертеңгі күні біздің Руслан деп, шынымен де осы эфирде болған адамдардың бәрін кәдімгі өзінің туғандай болып қалады да, әрқайсысына сондай прям жақын танысып біліскеннен кейін айтарыңыз бол екен. Тіл байлығыңыз деген енді тіпті бір ерекше. Сосын дауысыңыздың ырғағы да, сөйлеу манеріңіз да, одан кейін мынау шынайы сөйлейді ғой адам. Кәдімгідей шындығын айтып, былай қарапайым да тілмен сөйлегеніңіз енді адамды баурап алады. Сондықтан да барша осы көрермендердің атынан сізге үлкен алғысымды білдіремін. Алла тағала дегеніңізге жеткізсін. Періштелермен де ертең биіктен көріңіз. Ертеңгі ой, біздің Руслан роликс тағып жатыр деп төбеміз көкке жеткендей шапкемізді лақтырайық. Борт болыңыз, амбассадор. Бірге болайық, барлығымыз бірге болайық. Сізге тілеу болып, кәдімгідей сол орындалсын деп тілейміз. Ал енді сәрсенбі сайын өткіземіз, сағат 10-да эфирға кіріп жүріңіздер. Енді соңғы сөзді бір нүкте қою үшін Русланның өзіне берейік. Сонымен тәмамдайық бүгінгі эфиріміз. Рахмет. Енді бағанада айттым ғой, мен енді өзім филолог болғаннан кейін, филологпын ғой енді да, себебі бүкіл нәрсе тілден басталады. Анау 10 күнәнің 9-ы тілден дейді ғой. Сондықтан ол нені білдіреді? Сен егерде жаман нәрсе айтып, сен бүлдіруі мүмкінсің. Сен жақсы нәрсе айтып, жоқ дегенде адамдарға жақсы көңіл сыйлау мүмкінсің да. Сондықтан сөздің құдіреті ол ерекше. Ал ол сөзге біреулер бал қосып айтады, біреулер тұз қосып айтады. Сіз сөзіңізді ол сөзге не қосып жатсыз, соған да байланысты да. Сондықтан біз ең дұрыс нәрсе, дұрыс сөйлеу. Жақсы сөйле, немесе үндеме дейді. Болды. Керемет. Простая формула. Жақсы сөйле, или үндеме. Сондықтан мен осындай әр сөзіме бал қосып айтып, барынша махаббатпен адамдармен бөлісуге тырысам. Себебі неге? Оның да себебі бар, айтайын. Мен бір әдемі сөйлеп, адамдарды өзіме қарату үшін емес. Мен қазір сіздерге бір барымша информация беруге тырысып жатырмын. Мен білем, что ана жақта менің командама басқа бір лидер осылай бір ағынан жарылып жатқанын білем да. Себебі әр нәрсенің беру мен алуы бар. Мен беріп жатсам, мына жақтан маған алып жатыр да менің командам біреуден. Сондықтан исходящий деп айтамыз ғой. Біз әр нәрсе ол босқа емес. Мен қазір айттым, значит, мен командама да біреу айтады. Мен көбірек айтам, менің де командама біреу көбірек айтады. Менде сондай сенім. Осы сенім болғандықтан мен ағымнан жарылам. 100% адамдарға айтуға, информация беруге, оларды бүйтіп жоқ дегенде бүйтіп көтермелеп жіберуге әйтеуір өз бар күшімді салам. Возможно, сіздердің түрлеріңізді мен кешірім сұраймын. Менің зрением онша емес, кейбір адамдар амандасып жатады. Мен көп эфирлерде айтам, кешіріп қойыңыздар, мен сіздерді танымай жатсам, айтып қойыңыздар, мен Ғалия Сәбитовна сіздің эфиріңізге отырмыз ғой десем, деп мен сізбен күшті сол кезде бүйтіп сөйлесе алу мүмкінмін да. Енді сен инкрустив адамдар көп. Мен көп адамдар айтады, сен адам танымайды екенсің кейде, дейді, өмірде. Жоқ, олай емес. Мен байқамай қалам, менде зрительный память көп жоқ та, мен адамдармен көп сөйлессем ғана есімде қалып кетеді. Сондықтан алдын ала сізден кешірім сұраймын. Біздер әлі талай шараларда бірге болатын боламыз, кездесеміз, конвенция күтіп тұр алда, одан кейін Самарқанд бар дегенде, міндетті түрде барлықтарыңызды көргім келеді. Бір өзіміз отырып шай ішсек те болады, керемет қой мысалға. Тамашағандай. Сондықтан барлықтарыңызға рахмет. Мені таңдағаныңызға, Ғалия Сәбитовна, сізге рахмет. Сен менен де күшті лидерлер бар. Ой, тамаша. Кең болсаң, кем болмайсың дейді ғой. Кәдімгідей дана жігіт, дара жігіт. Руслан, сізге тағы бір алғыс. Келесі күн жақсы, келесі кездескенше сәрсенбі күні, әр сәрсенбі сағат 10-да баршаларыңызды эфирде күтеміз. Ал жаңағыдай бұл сұрақтар қойылуы мүмкін.
бұны қайдан табамыз, запись бола ма деген жалпы вақтылы кірген дұрыс, энергия басқа болады. Ал енді записьте болатын болса, менің инстаграм парақшамда, ең басты парақта анда Upmotion деген бар, соған бассаңыздар, ютубта уже 30-дан астам 40-қа жақын уже эфирлар сақталды. Өте керемет. Тыңдаңыздар. Рахмет. Тағы да бір рахмет баршаларыңызға. Жақсы, Ғалия Сәбитовна, сізге де рахмет, сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.